Бүгінгі қоғамдық тыңдаулар тақырыбы бізде ол 2026 мен 35 жылдарға Алматы қаласының энергетика және сумен жабдықтау басқармасының Алматы су кәріз ағындарын қабылдау пункті объектілерін атмосфералық ауаға ластаушы заттарын жол беретін шығындылар нормативтердің жобасын қараймыз. Соның ішінде қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар бағдарламасы. Қоғамдық тыңдаулар бізде екі формат, Zoom қосылмады, офлайн форматта өтеді. Және де видео-аудио запись жүріп жатқанын сіздерге хабарлаймыз. Сонымен қатар қоғамдық тыңдаудың регламентімен танысып өтулеріңізді сұраймын. Ол біріншіден регламент бізде хатшыны тағайындау, екіншіден регистрация, тізімді қоғамдық тыңдауға қатысуға келген қатысушылардың тізімін жасау, және де екіншісі ол біздің вступительное слово заказчика, кіріспе сөз, және де сол доклад, сіздің докладыңызда эксперттердің, экологтардың доклады, және сол доклад бойынша қорытындылау. Секретарьды қандай? Секретарь ретінде мен осы Алматы су қызметкері Адани ұсынамын. Алматы су есіміңіз? Менің есімім баяндамашы Кечан Билет Сарғайұлы. Гидроэкоресурсел жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен эколог жобалаушымын. Сіздер қарсысыздар ма, қарсы емессіздер ма секретарьды таңдауға? Қарсылықтарыңыз жоқ па? Онда қоғамдық тыңдауларда сізге сөз береміз. Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық тыңдауға жиналған қатысушылар. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы 2026-35 жылдарға арналған Алматы қаласының энергетика және сумен жабдықтау басқармасының Алматы су кәріз ағындарын қабылдау пункті объектілерінен атмосфералық ауаға ластаушы заттардың жол берілетін шығарындылар нормативтердің жобасы және қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары және осы тақырыптар бойынша қоғамдық тыңдаулар өтеді. Менің аты жөнім Кетчанов Билет Сарғайұлы. Осы Алматы қаласы кәріз ағындарын қабылдау пункті объектілерінің атмосфералық ауаға ластаушы заттардың жол берілетін шығарындылар нормативтердің жобасының жобалаушысымын. Келесі бізде тақырып жобаны әзірлеудің негізі. Бізде кез келген жобаға арнайы негіз бар. Оған негізге ала отырып біз бүгінгі жобамызға ең бастысы Қазақстан Республикасы экологиялық кодексі, Қазақстан Республикасының 2021 жылы 2 қаңтардағы номер 400-6 кодексі. Және екіншісі Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылы 13 наурыздағы қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтерін айқындау әдістемесін бекіту туралы номері 63-ші бұйрығы. Ластаушы заттарды рұқсат етілген шығарындылары, яғни НДВ нормативтердің жобасын әзірлеу үшін негіз болып табылады. Бүгінгі тақырыбымызда олар бізге әсер етуге экологиялық рұқсаттың қолданылу мерзімінің аяқталуы, яғни соңғы рет 18 тамызда 2022 жылы номері KZ 46-01-883-303 рұқсат номері. Осы рұқсатнаманың қолданылу мерзімі 11 тамыздан 2022 жылдан 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін болған. Соны жаңалау мақсатында бүгінгі жобамызды дайындап жатырмыз. Және келесі эмиссияның жаңа нормативтерін белгілеу және 26-35 жылдар кезеңіне әсер етуге рұқсаттар алу. Жобаланатын объектінің орналасуы, ол бізде кәріз ағындарын қабылдау пункті Алматы қаласы осы Түрксіб ауданы Спасская көшесі 117-5 мекен-жайында орналасқан және шекаралас аймақтары солтүстіктен 1000 метр қашықтықта тұрғын аймақ, шығыс жағынан ауыл шаруашылығы өрісі, оңтүстіктен 1150 метр қашықтықта Түрксібтің 2-5 жылдығы орналасқан және батыстан Бос кеңістік, одан әрі қашықтықта Қапшағай, Қонаев тас жолы орналасқан. Аумақта ешқандай демалыс аймақтары, қорықтар, мұражайлар, сәулет ескерткіштері, санаториялар және демалыс үйлері жоқ.
негізгі қызмет түрі Алматы Алматыда сумен жабдықтаумен және су бұрумен айналысады. Кәсіпорын Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасының құрылымына кіретін шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын болып табылады. Кәсіпорынның жұмыс режимі ол алдын ала жоспарлы түрде тәулік бойы және жыл бойы үздіксіз режимде қойылған, бекітілген. Бұл бізде сол объектінің орналасқан картадағы жері, бұл бізде газ судың ағызатын точкамыз Спасская көшесіндегі. Жалпы мәліметтер Сарқынды суларды ағызу пункті ассенизациялық машиналармен әкелінетін кәсіпорындар мен кәріз емес үй құрылыстарынан кәріз ағындарын қабылдауды және есепке алуды көздейді. Ағызу пунктінде мыналар бар, олар қабылдау тесіктері бар, қабылдау металл науасы және астаушалар. Әрқайсысының диаметрі 200 мм, келте қысқа құбырлар және 0,01 көлбеумен орындалған қабылдау науасы жоспардағы өлшемі метрден метр жартылай жерасты буферлік сыйымдылығымен, түсіңкілер резервуармен, ал қимасы 0,1 метрді құрайды. Контейнердің ішіндегі барлық қимада қоқыс арнайы науаға түсетін тот көлбеумен, яғни фильтрациямен орналастырылған. Алдын ала тазартылған ағындар жуылатын сумен бірге номер 2 және 2А кәріз сорғы станциясының кәріз коллекторына барып түседі. Өнімділігі тәулігіне 1250 метр кубты құрайды. Кәсіпорынның максималды қуаты жыл сайын производительный мощності 456.250 метр кубты құрайды. Алдын ала тазартылған кәріз ағындары кәріз ұңғымасы арқылы жуылатын сумен бірге кәріз коллекторына түседі және ағынды сулармен бірге аэрация станциясының тазарту қондырғыларына айдалады, насоспен жіберіледі. Қабылдау металлысы диаметрі 200 мм қабылдағыш саңылауы бар металл қақпақпен жабылған. Көліктің аумаққа кіруі мен қозғалысы шектеулі. Негізгі өтпелер мен технологиялық алаңдардың бір бөлігін жабу, топырақ пен жер асты суларының ластануын болдырмау мақсатында жасанды жабынмен герметикалық байланысқан жиек құрылысы бар арнайы асфальтты бетоннан жасалған. Төгу пунктінің алаңын қоршау екі жағынан темір бетон арқылы панельдермен көзделеді. Жұмыс режимі бұл жерде тәулік бойы жұмысшылар саны 5 адамды құрайды. Жылумен жабдықтау қажет емес, өйткені электрмен жабдықтау қалалық желілерден алынған. Арнайы жылу қазандықтар жоқ. Келесі кезекте бізде негізгі тақырыптардың бірі атмосфералық ауаға әсері. Кәріз ағындарын қабылдау пунктін пайдалану процесінде ластауыш заттардың шығарылуының бір станционарлық ластауыш көзі анықталды. Ол ұйымдастырылған болып табылады. Бізде жалпы ластауыш көздері ұйымдастырылған, ұйымдастырылмаған деп екіге бөлінеді. Бізде арнайы металлизация кезінде бір источник ластауыш көзі анықталды. Ол бізде номері 0001 қабылдау металл сыйымдылығы су жиналатын. Арнайы 0,1 еңіспен орындалған қабылдау науасы жоспардағы өлшемі 1,1 метр. Жаңа айтып өткеніміздей. Бұл стационарлық көзден, ластауыш көзден атмосфераға 3 атаудағы ластауыш заттар бөлініп шығады ауаға. Олар екінші класстағы күкіртсутек, сероводород, және төртінші класста аммиак, және арнайы класы жоқ метан бөлініп шығады. Атмосфераға ластауыш заттар қолданыстағы жағдайға және 26-35 жылдардағы перспективасына жалпы кәсіпорын бойынша 0,008-9406 грамм секунд құраса, ал жылдық тонна мөлшерімен есептесек, ол 0,281-955 тоннаны құрайды. Осы мөлшерде шығарылады. Бұл бізде ластауыш заттардың тізімі, жаңа айтып өткенімізде аммиак, ластауыш заттардың арнайы коды болады, 303-ші, аммиакты көмірсутек сероводород номер 333, метанды 410. Атаулары арнайы концентрациясы рұқсат етілген 02-008 орташа тәуліктік концентрациясы берілген, және бұл біздегі жылдық соңғы екі графада секундына қанша грамм шығатыны бұл веществолардан, және тонны жылына қанша тонны шығатыны көрсетілген. Және бізде келесі кезекте ластауыш заттармен бірге өндіріс орнында міндетті түрде қалдықтар бірге жүреді. Ол біздегі Алматы су объектісіндегі шығарылатын қалдықтар
бізде аралас коммуналды қалдықтар немесе ТБО твердые бытовые отходы жинақталу лимиті жыл сайын жаңа айтып өттік біз 5 жұмысшы жұмыс істейді деп 0,375 тоннаны құрайды, яғни 375 килограммға жыл көлемі. Келесі табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары. Бұл кәсіпорын қоршаған ортаға жүктемені азайту бойынша табиғатты қорғау іс-шараларының жоспарын әзірледі. Бұл кезекте бізде жылы мезгілде іргелес емес аумақтардың асфальтобетон жабындары мен жасыл екпелерін суару, благоустройство, бақылау кестесінің жоспарына сәйкес жылына бір рет ластауыш заттарының шығарындыларын аспаптық бақылауды жүзеге асыру. Жаңа бізде айтылып өткен 3 ластауыш көздерден шығатын арнайы заттарды арнайы инструментальный методпен, приборлармен өлшеп тұрамыз жылына бір рет. Одан кейінгісі сумен жабдықтау жүйесінен судың ағып кетуіне жол бермеу, яғни судың басқа жаққа бұрылып кетпеуіне немесе тасып кетпеуіне қадағалау. Келесі асфальт жабындарын жөндеу, жасыл кеңістіктерге күтім жасау, қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару, меншікті және оған іргелес аумақтарды таза ұстау. Және соңғысы семинарларға, конференцияларға қатысу, специалистер, мамандарды және қоршаған ортаны қорғау бойынша әдеби және баспа басылымдарды сатып алу. Жобаны қорытындылайтын болсам, жобада топырақтың, атмосфералық ауаның, жер үсті және жер асты суларының өсімдік жамылғысының ластану мүмкіндігін болдырмайтын іс-шаралар кешені көзделген. Жалпы жобада көрсетілген барлық іс-шаралар сақталған кезде қоршаған ортаға әсері шамалы деп, яғни өте аз деңгейде деп бағаланады. Назар аударғандарыңызға рахмет, мен баяндамамды аяқтадым. Егер сіздердің сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, айтып өтіңіздер. Сіздер осы аумақтың, осы ауданның тұрғындарысыздар ма? Иә. Түркісіб ауданы. Сіз айттыңыз ғой, Спасская деп мен оны сұрап қойсам болады. Спасская деген ол қаладан қанша қашықтықта орналасқан? Емін Соловьев. Сұраққа мен жауап берсем болады, ол қаладан қашықтықта емес, ол қаланың границасында орналасқан. Ол бізде сетевная зона дейміз ғой, содан төмен жағында производственный базалар бар. Сол жерде орналасқан да ол. Төменгі жағында ма? Төмен жағында. Қаланың төмен жағында. Тұрған үйлер бар ма айналасында? Қарасында тұрған үйлер жоқ. Бағана сіздер айттыңыз, батысында, оңтүстігінде схемада қиылып тұр екен, сол жерде тұрған үйлер қанша қашықтықта? Ең жақын тұрған үй. Ол санитарлық зонаға кіреді. Бұл проект бойынша бізде қазір проект обоснование санитарно-защитной зоны деген проект жасалып жатыр. Біздің Алматы су мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны Центр испытаний качества деген мекемемен келісімшарт құрып, осы объект бойынша қазір біз 10 қорытынды СЭС-тің санитарлық службаның 10 қорытындысын алдық. Алдыңыздар ма? Қай жылдан алдыңыздар? Онда осы Турсекский районный СЭС-тің қорытындысы бар. Қай жылдан берілген? Осы жақында ғана мы вам можем потом предоставить. Уже обновленный. Сұрақты толтырып кетсем. Біз жаңа бекіткендей, бұның төрт жағынан бізде жақын ең аймағы солтүстікте 1000 метр қашықтықта тұрған аймақ орналасқан. Солтүстігінен объекттің негізі бұл санитарлық-защитный зонаға, санитарлық аймаққа проектіге заключение шығарды, потому что санитарлық қорғау аймағына тұрғын үй кіріп тұрған жоқ. Тұрған не мекеме ғой? Иә, бұл бұрыннан келе жатқан бізде заключениенің срогі 22 жылы алынған заключение срогі ертең 31 желтоқсанда аяқталатын болғасын, біз 26-тан 35 жылға дейін 10 жылға тағы заключениеге рұқсат алып жатырмыз. 12 жылы болса, ол одан бері қаншама үйлер салынып жүрді ғой? Жоқ, қазіргі данный соңғы немен, дерекпен инвентаризация жасап, арнайы объектіге барып, өлшеп, содан кейін барып проекттарына жоба жасалды. Сонымен айтыңыздар, бағана ауаны жылына бір рет есеп тұрамыз деп. Инструментальный метод. Жылына бір рет қай уақытта, просто жылына 4 рет тексерген дұрыс па деп ойлаймын, потому что күз, қыс, жаз айында ыстық болады, ауа тұрып қалуы мүмкін, ықпен ары бері ескер. Көп мекемелер олар жылына бірнеше рет жасайды, әр сезонда жасайды. Бұл
ұсынысты есепке аламыз. Бұл жерде мен ойлаймын бізде объемы выбросы өте аз. Сол себептен мен бұл жерде кварталына әр 90 сайын жасау қажет емес деп 90 болмаса да суық ыстық кезде екі сезонда екі. Хорошо, бұны есепке аламыз бұл ұсынысты. Потому что сол кезде шығындылар әртүрлі болуы мүмкін. Қыстың күні суық ауада кішкене ауыстап тұрады ғой. Сіздердің сұрақтарыңыз бар ма? Ұсыныстарыңыз осы ауданның тұрғындары ретінде. Бағана айттыңыз ғой, қоршауларыңыз темір бетонмен деп. Қанша биіктікте просто ол тұрғындарға, балаларға жазып не, ондай несі қандай безопасность, сақтық. Екі жарым метр деп алып бетонмен. Екі жарым метр. жаңағы тұрғын үйлер өте алыс орналасқан. Балалар жүре береді ғой, просто Балалар өте жүріп мүмкін істеп ойлаймын. Балалар кіре алмайды. сіздерге экономмен келеді ме ол, или сіздерге келіп машинамен өтетін жер? Машинамен кетіп жер. Ассенизаторлар Қаланың келіп кететін жер. төмен жағында бұл жерде мынандай тұрғын үйлер өте алыс орналасқан. Бұл жерде балалар келу мүмкін емес негізі. Бұл жерде жан-жағында қазір сондай базар. Тек қана жаңағы ассенизатор машина келеді, ол өзін жаңағы Сол осы аудан бойынша сол хаттар берілген кісіге ассенизаторлар жүреді, төгеді, жан-жақтың бәрін шашып кетеді. Жолдарыңыз қандай? Сол сіздерге жетеді. енді бізге баратын жол асфальтталған жоқ. Ақырдан жаңағы объект бойынша ол жерде өте таза ұстаймыз. Суын шашып, планктың әрі демалу үшін жұмыстар жасап отырамыз, таза ұстаймыз. Сонда бізде осы жақында бізде департамент экология бақылауды алматы тексерген. Руководитель өзі барып сол объектіні көрді. Ешқандай жаңағыдай теріс әсерін көрген жоқ енді ол Категория. Қай категория? екінші категория шығамыз. Бұл жерде объемы выбросы жағында өте төмен, даже екінші категорияда келеді. Тек қана енді мына аты сыймай пункт қойған емес, сол себептен кіріп отыр. Экологиялық кодекс. Оның бәрін жинап не істейсіздер? Оның бәрі сол үлкен коллекторға беріледі. Жаңағы сыймай пункт климат дейді ғой, климат кезде ол барып ар жағында үлкен коллекторға құйылады. Сол үлкен коллектор бойы сол барып өзіміз очистный слой. Онда биочистка, микрочистка, даже не микрочистка, биочистка жақтары сол тазаланып. Сол аймақта орналасқан болды. Қаламен барады ма, бәрібір каналмен кетеді. Ол каналмен емес, ол немен кетеді, трубамен кетеді да. Очистное сооружение бар десек, ол жерде полная очистка деп, микрочистка, биочистка, сосын кейін барып каналмен, открытый каналмен уже таза су сол жаққа түседі. Бұл жерде бізде норматив бар, облыс экологиясы берген нормативтер бар, соған сәйкес жүзеге асырамыз. Маған айтыңыз, қатты қалдықтардан келеді деп. Қатты қалдықтарды қанша объем дедіңіз? Аз объемда болды Иә, 375 тонна. 375 тонна жылына болды. Жылына 375 тонна. Арнайы мекемелермен келісімге келіп, бұл мемлекеттік мекеме болғаннан кейін негізінен мемлекеттік сатып алу босатып сайты арнайы мекемелермен договорға отырып келісімшартта жыл сайын сосын соларға кезеңмен өткізіп отырады. Сонда сіздерде қатты қалдық емес, басқа мекемелерде Жоқ, қатты қалдықтарды біз уақытша контейнерлерде арнайы контейнерде сақталады. Сосын жиналғаннан кейін арнайы мекемелер келіп, рұқсат қағазы бар мекемелер келіп, келісімшартқа отырылған. Солар келіп қалдықтарды алып кетеді. Арнайы пайдаланады. Жылдың басында біз мемлекеттік сатып алу тәсілімен сол организацияға заявка деген техникалық тапсырмалар көрсетілген. Оларға заявка жасаймыз, сосын контейнерлар толған кезде оны шығарып отырады. жыл сайын жаңартып отырасыз. Әртүрлі мекемелер бар. Қатты қалдық. Ол жинайтын неміз қанша объемы қатты қалдықтардың? Бұл жерде контейнерлар орналасқан. Басынан негізі ассенизатормен жаңағы ана стены құйған кезде ол жерде ешқандай қалдықтар шықпайды. Просто ол жерде жаңағы обслуживающий персонал бар ғой, солардан шығады. 5 жұмысшы ол жерде. Қанша 500 ме?
5. Бес жұмысшыдан 300 бөлінеді. Жоқ, тонна 0,375 килограмм. жылдыққа жылына. 0,375 килограмм жылына. Нет, 0,375 тонн, 375 килограмм. Bir şey. Сонда сіздерде мына жерде үш мероприятие ғой. Çok. Бәрін ақпараттаса общий біреумен өткізілетін слушание. Жалпы арнайы шығарылымдардың рұқсат берілген жобасы қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндіріс экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жиынтығы. Үш мероприятие. Төрт жоба арнайы бұл бірге тапсырылып, бірге жүретін болғандықтан тыңдауды бірге өткіземіз. Оған дейінгі алуға заключение лариза солай үшеуі бір Барлық неде былайша енді проект НДВ, проект ПО, ПЭК, ППМ төртеуі бір-бірімен қатар жүретін байланыста болғандықтан төртеуіне міндетті түрде бірге өткіземіз. Сіздерде тұрғындар сұрақтарыңыз болса, тағы да туындап жатса, туындап тұрыңыз. Есть вопрос? Егер сіздердің сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз жоқ болса, егер де тағы да туындап жатса, 2 күннің ішінде NBD деген портал бар, экологияның қоршаған ортаға әсері туралы. Сол порталға кіріп, осы өзіңіздің цифрыңызбен тіркеліп, сол жерде ұсыныстарыңызбен сұрақ-жауаптарыңызды алсаңыздар болады. 2 күннің ішінде бұл материалдар, видео, осы проект, доклад, осы құжаттардың бәрі сол порталдың ішінде болады. Соған кіріп тағы да бір қарап, сұрақтарыңыз болып жатса, 2 күн ішінде әлі қарастырамыз. Егер де сіздердің дәл қазір сұрақтарыңыз жоқ болса, онда бұл қоғамдық тыңдау 2026-35 жылдарға арналған Алматы қаласының энергетика және сумен жабдықтау басқармасының Алматы су кәріз ағындарын қабылдау пункті объектілерін атмосфералық ауаға ластаушы заттарының жол берілетін шығарындылары нормативтер жобасы және де қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиясын бақылау бағдарламасы, сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары осымен жабық деп жариялаймын. Қатысып, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге